Армысыз көрермен, осы аптада президент Қасым-Жомарт Тоқаев әйелдердің құқықтары мен балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қатысты заңдарға қол қойды. Осылайша әйелдер мен балаларға қатысты кез келген сипаттағы зорлық-зомбылық үшін жауапкершілікті қатаңдататын отбасы институтын, кәмелетке толмағандардың қауіпсіздігін нығайтатын нормалар енгізілді. Атап айтқанда, енді тұрмыстық зорлық-зомбылық денсаулыққа қасақана жеңіл зиян келтіру және ұрып-соғу қылмыс ретінде танылады. Сонымен қатар бұзақының жәбірленушімен бірге тұруына тыйым салынатын ерекше талаптар қойылып отыр. Жаңа заң балаларды педофилдерден қорғайды. Енді педофилдер мен кішкентай балаларды өлтіргендер өмір бойы түрмеге тоғытылады. 16 жасқа дейінгі балаларға жыныстық сипатта тиіскендер үшін бұған дейін болмаған жаза енгізіледі. Балаларға жөнсіз қол тигізу, ұятсыз ұсыныстар білдіру және тағы басқалар жазасыз қалмайтын болды. Өз-өзіне қол жұмсауды насихаттаған үшін қылмыстың жаңа құрамы енгізілді. Бұл шара көптеген сайттарды, арналарды, чаттарды, суицидтік бағыттағы топтарды заң жүзінде бұғаттап қана қоймай, олардың ұйымдастырушыларын 5 жылға дейін бас бостандығынан айыруға мүмкіндік береді. Алғаш рет буллинг үшін әкімшілік жауапкершілік енгізілді. Жол ақысын төлемеген үшін 16 жасқа дейінгі балаларды қоғамдық көліктен мәжбүрлеп түсіруге тыйым салынды. Алайда аталған заң қоғамда қызу талқыға түсті. Тіпті әлеуметтік желіде осы түзетулер қабылданған соң ата-анасынан балаларын тартып алады екен деген қауесет таралған болатын. Омбудсмен Артур Ластаев осы заң балаларды тартып алуға ықпал етуі мүмкін деген пікір таза фейк деп атады. Ал заңдарға қатысты бейне өңдеу жасаған мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева балаларды отбасынан ажырату туралы бірде-бір норма жоқ екенін баса айтты. Мемлекет отбасы ісіне тек баланың өмірі мен денсаулығына қатер төнген жағдайда ғана араласып, бала құқығын қорғайды, деді министр. Бұл заңның өзектілігін статистикада растайды. Күнделікті құқық қорғау органдарына тұрмыстағы зорлық-зомбылық фактілері бойынша 300-ге жуық арыз келіп түседі. Жыл сайын абьюзерлердің қолынан кемінде 80 әйел қаза табады екен. Көктемнің ортасына жетсек те, су тасқыны қаупі әлі де сейілмей отыр. Топан су басталғалы бері барлығы 118 мыңға жуық адам, оның ішінде 44 мыңға жуық бала құтқарылып эвакуацияланды. Бүгінде елімізде 20 мыңға жуық адам өз үйлеріне оралды. Осы аптада президент Қасым-Жомарт Тоқаев солтүстік Қазақстан мен Қостанай облыстарына барып, қарғын су салдарынан эвакуацияланған аудандардың халқымен кездесті. Тұрғындармен тілдесу барысында Қасым-Жомарт Тоқаев шығындарды өтеу үшін мемлекет барлық тиісті шараны қабылдайтынын айтты. Біз су тасқыны салдарынан болған барлық шығынды өтейміз. Әрбір азамат, әрбір отбасы мемлекеттің қамқорлығында болады. Бұл мен үшін басты міндет, деді президент. Қазіргі уақытта су тасқынынан зардап шеккен барлық тұрғынға бір реттік көмек беріліп жатыр және комиссия мүлік шығындарын есептегеннен кейін өтемақы төленеді. Тұрғын үй жарамсыз азаматтарға жаңа баспана салынады және барлық қажетті инфрақұрылыммен қамтамасыз етіледі. Сонымен қатар зардап шеккен тұрғындардың несиелері мен зайымдарын төлеу мерзімі шегеріледі. Дүниежүзілік банктің су жөніндегі маманы Винсон Юдің мәліметінше 2060 жылға қарай Қазақстанның жалпы ішкі өнімі су тасқынының кесірінен 1,3% азаяды. Мемлекет басшысы су тасқынына байланысты қалыптасқан күрделі жағдайды ескере отырып, сондай-ақ бюджет қаржысын үнемдеу мақсатында үкіметке, мемлекеттік органдарға имидждік және басқа да ірі іс-шараларды өткізбеу жөнінде тапсырма берді. Мен бюджет қаржысын үнемдеу мақсатында ірі халықаралық форумды өткізуден бас тарттым. Сонымен қатар дүниежүзілік көшпенділер ойындарына жұмсалатын шығынды қысқартамыз. Әрине, қазір бұл шарадан түпкілікті бас тарту мүмкін емес, бірақ оған жұмсалатын қаржы көлемі айтарлықтай азаяды. Бұдан бөлек еліміздің Токиода өтетін дүниежүзілік көрмеге қатысуына бөлген бюджетте қысқарады, деді президент. Сонымен қатар мемлекет басшысы су тасқынынан зардап шеккен халыққа нақты көмек көрсету ісінде бизнесмендердің рөліне тоқталып кетті. Біздің елімізде Forbes тізіміне кіретін ірі кәсіпкерлер бар. Олармен арнайы кездесеміз. Олар әр облысқа, ауданға, елді мекенге бекітіледі және нақты жауапкершілік жүктеледі, деді президент. Аталған тізімге кіретін олигархтарға келсек, биыл сәуір айының басында америкалық Forbes журналы жылдағы дәстүрінен жаңылмай жер шарындағы ең бай адамдардың тізімін жария еткен болатын. Дәл осы тізімге биыл Қазақстан бизнесінен 1-ден 7 өкіл кірген болатын. Сол қазақстандық миллиардерлер Қасым-Жомарт Тоқаевтың үндеуіне құлақ асып, су тасқынынан зардап шеккендерге көмек қолдау ретінде 100 миллиард теңгеден астам қаржы бөлді. Күннен күнге бұл сома ұлғайып жатыр. Атап айтқанда Тимур Құлыбаев Атырау облысына көмек ретінде
30 миллиард теңге бөледі. Қаражат тұрғын үй салуға және жөндеу жұмыстарына, инфрақұрылымдық объектілерді қалпына келтіруге, зардап шеккен халықтың қолдауға жұмсалады. Сондай-ақ Қазақмыс, Казминералс, Алтын Алмас, Қаражыра және РБК банк компаниялар тобы қосымша 40 миллиард теңге бөледі. Бөлінген қаражат инфрақұрылымды қалпына келтіруге және балабақша, мектеп, ауруханалар, сондай-ақ тұрғын үйлер салуға бағытталады. Ал Каспий KZ-тің тең құрылтайшылары Вячеслав Ким мен Михаил Ламтадзе солтүстік Қазақстан және Ақмола облыстарын қалпына келтіруге 20 миллиард теңге аударды. Болат Өтемұратов Ақтөбе облысының тұрғындарына қолдау көрсетіп, 10 миллиард теңге бөлді. Қаржы жаңа тұрғын үйлер салуға жұмсалады. Осы аптада Тобансу жайлы Қазақстан мен Ресейде ғана емес, әлемдік баспасөзде жарыса жазды. Пәкістан мен Ауғанстанда су тасқыны мен қолайсыз күн райының салдарынан 135 адам қаза болды. Ал Парсы шығанағы елдерінде соңғы 75 жылда болмаған нөсер жаңбыр жауды. Табиғи апат салдарынан сейсенбі күні кемінде 20 адам қаза болды. Олардың көбі Оманда. Жолаушы тасымалы жағынан әлемде бірінші орында тұрған Дубай халықаралық әуежайының жұмыс тоқтап қалды. Әуежайдың перрондары, такси және ұшу-қону жолақтары су астында қалып, мыңдаған рейс шегерілді. Табиғаттың тосын мінезінің кесірінен қазақстандық жолаушылардың біразы елге орала алмай қалды. Құрметті көрермен, аптаның маңызды жаңалықтар легі осындай. Арнамызға жазылып, пікір білдіре отырыңыздар.